Саламатсыздар ма? Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің механика және мұнайгаз факультетінің мұнайгаз ісі кафедрасының профессоры Бейімбетова Гүлмира Жанқабылқызы. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абайдың тұлғасын Әуезовтың көзімен таниды. Абай жолы роман-эпопеясының екінші тарауындағы жайлауда әңгімесінен үзінді оқитын боламын. Бұл үзінді былай басталады. Абай соңғы сын сөзін айтып, ағайынның ішін тыныштығын тілемей, өртін іздеген мінез бар дегенде ол іле қағытты. Өрт дейсің, соның рас өрт, бірақ біз бастап, біз тілеген өрт демекпісің өзің. Тіпті түкпірді қазсақ та, өрт енді шығайын деп отырған жоқ. Бұрын шығып қойған жоқ па? Оралбайың мен Керімбалаң салған жоқ па еді? Соны көрмей отырмысың? Жоқ әлде ән деп, сән деп, осы жаз бойы өзің серімастанып ең. Сондағы серіктеріңді әдейі бүркеп отырмысың? Деп қатты кекетіп, мазақтай күлді. Абай күлген жоқ, бірақ қысылған да жоқ. Айыпкер табылды де. Ол ән екен. Әнді сүйген мен екен ғой. Менің ауылымда Оралбай мен Керімбала ән салыпты. Содан екен ғой. Олай болғанда тыныштық, татулық, күнде кішікен, бөбен, жасының, сенің ауылыңның ішкен қымызын, жеген қойын тағы айыпкер деп қосамыз ғой. Тізе түс деп біраз қадала берді де, артынан қайта ызаланып, батыл үнмен ашына сөйледі. Сеп болуға жарамай отырып, немесе әдейі сеп болғысы келмей, бұқпандай ойнап отырып, айыпкер таппақ. Сеп болмай еп көздеп, сылтау қуып отырсың ғой түге, деп Ырғызбайдың жиынын жерлеп тоқтады. Соңғы жылдарда ағайын ауқымында Абайдың анық іріліп келе жатқанын, соның бір белгісі осындайда көрінетін. Нені болса көзге шұқып, басқа сабап айтатын. Қазір ырғыса кеп, соған басқанда майбасарлар тоқтап қалды. Абайдың алғырлығы, бет беделі және әділдігі таразыны басып кетіп бара жатқандай. Сөз бен жолда майбасарлар жеңілді. Бірақ сонда да бұл отырыста Абайдың дегені болған жоқ. Өзге Ырғызбай бір бөлек, Абай жалғыз өзі бір бөлек болып шықты. Мұны қостаған Айдос, Жиренше мен Базар еді. Ал ел емес, екі үлкен атаның сөзі Абайға ерді. Қалған екі ата қарсы болды. Оның ішінде Торғайдың Абайға көнбей, майбасарды ұстанып қалған кек Қыжылдан болатын.